Тағдырдың сын-сынағына мойымаған Малика Тәңір алдында мінәжат жасап, жаратқанға қол жайып, дұға жасайды. 5 уақыт намаз оқиды. Менің анамды Бүгінгі кейіпкеріміздің қайсарлығы мен күш-жігері, белсенділігі мен өжеттілігі, бойындағы адами қасиеттері көпке үлгі болмақ. Жан тебірентер туындыларын ақ қағазға өлең қып өріп, ақындық шеберлігін шыңдауды жөн көреді. туған халқым, қатемді кешір менің, сенің арқаң сезгенбе есіргенім, егерде жырың болмай ұрын болсам, алақанға саласың несін мені. Жоқ, менің жүрек емес төсімдегі, ол бір отылы көшіңдегі өзіңнің жандырғаның өшіргенің, әзірге тастаған жоқ есім мені. Уа жұртым, кешір мені. Ол бүгінде мүмкіндігі шектеулі болса да, ақ халатты абзал жан. Жанына дәру іздеп келген әрбір жанға көмек қолын созудан шаршаған емес. Армысыздар ма ағайын? Құштаржан бағдарламасында Малика Құрал қызының өмірі мен бір күндік жұмыс барысын бірге тамашалайық. Сәлематсыз ба, Малика Құрал қызы? Қал жағдайыңыз қалай? Жалпы адам баласы дүниеге келген кезде қиыншылығы мен қызықшылығы көп бірге жүретіндігі рас. Ал сіздің өміріңізде қызықшылығы көп болды ма, әлде қиындығы көп болды ма? 2 жас 3 айлығымда денсаулығым кішкене ауруым пайда болды. Балконнан құладым 2 жас 3 айлығымда. Бір жақ қол мен аяғым бір-бірінен қысқа десем болады. Менің ол кезде балконнан құлаған кезімде мамам мен әкем, мамам су алып келуге кеткен деді маған. Су алып келуге кеткен кезде нағашы әжем отырды дейді. Малика қайда деп сұраған кезінде әпкемнен. Сөйтсем мен әпкем сандықтың үстінде, балконымызда сандық тұрыпты да, сол сандықтың үстіне шығып аяғымен. Сөйтіп мен көтеріп тұрған, сөйтіп барып жүрейде көршіміздің итеріп, балконнан қолынан тастап жүрген екен. Балконнан құлағаннан кейін мені әкеліп диванға жатқызып қойған екен. Вообще сөйлеп жүре алмай да қалыппын ғой. Бірақ 2 жасыма дейін сөйлеп жүрдім. 1 жасқа толыма бір күн қалған кезде аяғымды күйдіріп алғам. 2 аяғымды. 2 жастан 3 жасқа жатқан кезде балконнан құладым. 16 жастан асып жатқан кезде эпилепсия ұстап қалды. Ақындық жағына поэзия оқып, папам ағасымен барып, сол кезде түнгі сағат 3-те ұйықтадым. Сол кезде судорога ұстап қалды. Таңғы сағат 6-да тұрған ем ұйқымнан. Сөйтіп ұстап қалды. Қазір 7 жыл болып қалды уже тоқтағанына. Жартақ сағат ұйықтаймын үйде. Түнде жартақ сағат ұйықтаймын, одан кейін ұйқы жоқ. Малика Тен қоғам әлеуметтік қолдау орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі ұйымының мүшесі. Орталық 2-ші топтағы мүгедектігі бар азаматшаға ақпараттық консультациялық әлеуметтік, құқықтық, психологиялық көмектер көрсетіп, сондай-ақ жұмысқа орналасуға жәрдемдескен.
Айта кетейік, кейіпкеріміз күн тәртібіндегі кезекті уақыттарын әдеттегі жұмыстарынан бөлек шығармашылық жұмыстарға арнайды. Бос уақытында көңілін көркейткен гүлдерді және әсем табиғатты сурет қылып салғанды ұнатады. Медеу Малика деген медбике бізге сәуір айында жұмысқа кірген болатын. Бірінші ол қыз келген кезде біз ойладық, қалай жұмыс жасайды, өзінің денсаулығы маңдай қыздың депті. Жоқ, бірақ Маликаның өз денсаулығындағы ақаулыққа қарамастан, өмірге деген құлшынысы, оның адамдармен қарым-қатынасы біз таңқалдырды. Ол қыз қазір бізде тіркеу бөлімінде жұмыс жасайды. Негізі емхананың тіркеу бөлім айнасы болып табылады. Ол сол жерде бүкіл келген науқастарды барлық дәрігерлерге жіберіп отырады. Негізі Маликаны действительно өзіміз бірінші көрген кезде енді жұмысты алып кетемайды деп ойладым өзім. Жоқ, қызымыз алғыр, құлшыныс көп нәрсені білгісі келеді, көп нәрсені сұрайды. Мынау коллективке де жақсы араласып кетті, өзінің ашық жарқын мінезімен. Енді Маликаға қарап, мынау қазір өзімізде 12 мүшесі сау адамдарымыз бар ғой, талай жалқаулар. Солар осы біздің Маликадан көп өнер үлгі алса екен деп ойлаймыз. Отбасымда екі әпкем, бір ағам бар. Әкем геолог мұнайшы мамандығын мен жұмыс жасайды. Анам повар мамандығымен жұмыс жасайды. Үлкен әпкем суретші, екінші әпкем биология мамандығын бітірген, қазір жұмыссыз. Ағам оператор мамандығын бітірген, мен емдеу ісі мамандығын бітіргенмін. Бала күнгі арманым, мен аяғымнан тік тұрып жазылып кетсем екен, аяғымнан тік тұрып жазылып кетсем, денсаулығым жақсы болса екен деп тіледім. Мамандық бойынша жұмысқа тұру болды маған. Бар ойым. Бірінші сыныптан бастап 9-шы сыныпқа дейін үйде оқытылдым мен. Сол себептен маған 9-ақ пән оқығансыз деп Мирас колледжі қабылдамай қойды. Сөйтіп 15 пән толық оқымаға сөйтіп Авиценна медицина колледжінде оқыдым. Мен өзіме, әке-шешеме ешкімге ешнәрсе айта алмаймын. Сөйлессем, кішкене бүйтіп шай тамақ ішіп отырып сөйлесек, бар да жаттығуыңыз істе дейді маған. Жаттығуыңыз істе, қол аяғыңды жұмыс жасат дейді. Кішкене бүйтіп сөйлесейін десем, шай тамағын ішемін да, сөйтіп орнынан тұрып кетемін да, өзім бөлмеме кіріп, сүрелерімді оқимын, намаз оқимын. Сөйтіп сүремен жанымды тыныштандырамын. Бірінші баста мен Астанаға барып жұмыс жасамақшы болғам. Сертификатымды алып болған соң мамандық бойынша. Сөйтіп, ол Астанада қабылдамады мен жұмысқа. Шымкент қаласынан тіркелгенсіз, сол себептен қабылдай алмаймыз деді. Сөйтіп, сол жерде карантин басылып кетті. Карантиндік режим басылып кетті. Сөйтіп, 2 айдай ма үйде отырдық Астанада. Сөйтіп, Шымкентке Қожабек деген бір кісі, домбыра астау істейтін кісі, сол кісі шақырды мен үйіне. Домбыра астау істеуді үйретем, Малика, сіздің қолыңыз, аяғыңыз жақсы болады, барлығы жақсы болады деп. Сөйтіп, соны 2 айдай ма жұмыс жасадым ол кісінің үйінде. Сөйтіп, одан кейін Сымбатай деген балабақшаға жұмысқа орналастым мейірбике болып. Жоқ, өзім жұмыспен қамту бойынша орналастым. Одан кейін ол жерде 2 ай ма, 3 ай ма жастар практикасымен жасадым жұмыс. Сөйтіп, қаңтардың 1-нен 5-нен бастап Аял Алақан деген оңалту орталығында жұмыс жасадым. 1 жыл жасадым ол жерде. 1 жылдан кейін Қарабеков Ағабек атындағы оңалту орталығына ауыстырды мені. Сөйтіп, сол жерде жұмыс жасадым. Тегін қоғам орталығын өте жақсы көріп қалдым. Мынау Қарабеков Ағабеков атындағы
оңалту орталығында коллективтерім. Сол жерде осындай соцтакси бар, сізді не істесеңіз болады, заявка беруіңізге болады, барып көріңіз деді. Сөйтіп сол жерге барғаннан кейін тең қоғамға заявка беруге бардым. Сөйтіп барып, екінші этажына шығарды. Енді ана жерден шығу мүмкін болмай қалды ғой. Бүкіл маған арналған бүкіл заттар бар екен, үйірмелер бар екен. Қол мен аяғыма жақсы үйірмелер бар екен. Тең қоғамға алғысым шексіз. Сурет салу үйірмесі бар. Психолог мамандықтар жұмыс жасайды. Ақын музыкант бала бар екен. Біздің әріптесіміз Малика жайында айтсам, ол өте ақкөңіл, қарапайым, пациенттермен жақсы тіл табысатын, өзінің жаңағы мүгедектігіне қарамастан жұмыста өте белсенді, пациенттермен жақсы тіл табысады, өмірге деген құштарлығы өте белсенді, өзінің несіне қарамастан құштарлығы өте белсенді. Ана деген аялаған ақ гүлім, анам менің бақыты мен шаттығым, анашым деп балаң жырын арнаған, неге ғана естілмейді тәтті үн. Анам менің кеудемдегі жүрегім, анам менің өмірдегі тірегім. Егер менің қасымда сен болмасаң, бұл өмірде қалай ғана жүреміз. Құрметті көрермен, біз бүгінгі бағдарламада Малика Құралқызының бір күндік өмірі мен жұмыс барысын назарларыңызға ұсындық. Елімізде ерекше жандарға ерекше көңіл бөлініп келеді. Құштаржан бағдарламасы әрдайым өмірден түңілмейтін, қандай жағдай болса да қадамын алдыға нық басатын, қайтпас, қайсар жандарды көпшілікке үлгі етуге дайын. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Бағдарламаның келесі санында жолыққанша сау саламатта болыңыздар.